Адам ағзасы үшін ең маңызды ағзалардың бірі бұл бауыр. Бауырдың қызметі организмдегі зат алмасу процесінде өте маңызды роль атқарады. Сонымен қатар лимфа түзілуінде, қан ұюын реттеуде де бауырдың атқаратын қызметі зор. Бауыр қанның тұрақты құрамының сақталуына да қатысады. Бауыр, бір сөзбен айтқанда, адам ағзасындағы фильтрация. Бауыр ластанған кезде ыдырау өнімдері буындардың, терінің, тамырлардың және тағы да басқа дені сау мүшелердің тіндеріне жинақтала бастайды да ауру туғызады. Негізі бауырдың ауруы көп жағдайда симптомсыз келеді, ал бауыр аяқ асты ісінген кезде, адам түшкіргенде, жөтелгенде қатты шаншып ауырады, ал несеп күреңденеді. Сонымен қатар бауыры тосыннан ісінген адамдар көбінесе шөп түстес құсады. Жалпы бауыр ауруларының белгілері бұл тез шаршағыштық, ұйқышылдық, ауызға кермек дәмнің келуі, көкіректің қыжылдауы, бауыр төңірегінің ауыр тартуы. Бауырдың шлактанғанын көрсететін алғашқы белгілер бұл жиі бас ауру, түндегі ұйқысыздық, күндізгі ұйқышылдық, майлы, ащы тағамдарды жеген кезде оң жақ қабырғаның астындағы тартатын әлсіз ауырсыну. Бауыр созылмалы ісінгенде оң жақ қабырғаның астыңғы жағына қайнатып жұмсартылған картопты басқан дұрыс. Мұндай жағдайға душар болғанда майлы тағамдарды, қантты, крахмалды заттарды аз жеп диета ұстаған дұрыс. Негізі бауырға пайдалы жеміс-жидектер, тағамдар өте көп. Солардың ішінде бұрыннан халық медицинасында қолданып кеткен өнімдерді айтатын болсақ, бұл шомыр, бал және грек жаңғағы. Шомырды халық медицинасында бауыр циррозында, өт жолдарын тазартуда өте жақсы пайдаланған, және алайда айтып кететін жайт, шомырды асқазан жарасы, жүрек ауруы, гастриті бар адамдарға жақпайды, пайдалануға болмайды. Бал әсіресе бауыр және өт жолы ауруы бар адамдар көбірек тұтынады. Оны белгілі бір мөлшерде ақ ірімшікке, сәбізге, лимон шырына қосып жегені дұрыс. Кейде шомырдың ішін үңгір етіп, соған балды толтырып қойып, 3-4 сағаттан соң дайын болған шырынды өт жолы ауыратын ересек адамдарға ас қасықпен, ал балаға шай қасықпен күніне 2-3 рет беруі керек. Бұл әдіс өт жолы мен бүйрекке құм тас жиналудан сақтайды. Грек жаңғағы бұл ежелден бері келе жатқан халық медицинасындағы көп ауруларға пайдасы бар. Әсіресе асқазан, ішек тракты мен бауырдың ауруларын жақсы емдейді. Алдын алу үшін грек жаңғағын қолданып келеді. Грек жаңғағы жалпы нығайтқыш, қабынуға қарсы, жара бітіргіш, бактерицидтік және де қанды тазартқыш сипаттарға ие. Өт айдағыш әсері де бар. Бауырда патологиялық әсерлерден қорғауға қамтамасыз етеді. Грек жаңғағы асқазан спазмалары мен бауыр шаншуларын жақсы басады.